Шығыс Қазақстан облысы билігі Қасым-Жомарт Тоқаевты мақтайтын видеоға 5,2 миллион теңге төлеген дейді протенге журналистері. Олардың дерегінше, Шығыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы президент портретінің штрихтері деген роликтерге тапсырыс берген. Жалпы 3 видео жасаған, бірақ қоғамдық резонанстан соң оларды өшіріп тастаған. Қайран кеткен ақша, иә? Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі тағы қандай жарнама жобаларына қаржы жұмсап жүр? Бірге шолып көрейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Риддердегі апат есіңізде шығар. Жергілікті жылу электр орталығы істен шығып, 22 мың отбасы жылусыз қалды. Төтенше жағдай жарияланды. Бір қызығы, жергілікті билік апаттың салдарын құдды бір байқатпауға тырысқандай, апаттың қалай оңтайлы шешілгенін көрсететін бірнеше деректі фильмге тапсырыс беріпті. Мысалы, ақпанда Далгер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 5 миллион теңгеге авральды режим Риддерді суықтан қалай құтқарды деген фильм түсірткізген. Бұл тендер туралы ақпарат аз, бірақ ол 20 ақпанға дейін дайын болу керек болған. Ал маусымда Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі Риддер жылу электр станциясы төтенше жағдайдан хэппи-эндке дейін деген фильм түсіруге Алюстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырыс берген. Хэппи-энд 22 мың отбасыны жылусыз қалдырған хэппи-эндтің несі жақсы екені түсініксіз. Ол аздай әкімдік бұл видеоға 14,8 миллион теңге жұмсаған. Деректі фильм Сөзмедиа KZ интернет сайтына салынған. Бірақ бір қызығы, оны не өшіріп тастаған, не қазір қолжетімді емес. Алайда Сөзмедиа YouTube арнасында Риддер жылу электр станциясының екінші тынысы деп аталатын 4 минуттық видеоролик бар. Ол 31 мамырда жарияланып, 500-ге жуық рет қаралған. Роликте электр станциясын жөндеу үшін қабылданған шаралар туралы айтқан Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Даниал Ахметовке көп уақыт бөлінген. Бұл Шығыс Қазақстан облысының Риддер апатына қатысты жарнамаға ғана бөлген ақшасы. Бұдан бөлек олар өңірдегі медицина, туризм және тағы да басқа саланың қалай дамып жатқанын көрсететін бірнеше жарнамаларға қаржы жұмсаған. Оны біздің фактчек KZ сайтымыздан толық оқи аласыздар. Сіздіңше, мұндай қыруар қаржыны талап ететін жарнамалар қаншалықты қажет? Пікіріңізді жазып кетіңіз. Бүгінге бізде осы, келесі жүздескенше. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.